Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында екі ғана заттан балмұздақ жасап көрсететін боламын. Не бар екі заттан осылай дүкендегіден де керемет дәмді балмұздақ жасайтын боламыз. Бізге керегі сливки 33%-тен жоғары, салқын болу керек міндетті түрде, және сгущенка. 400 грамм сливкемізге салқын, осылай бір банкының жартысын сгущенканы қосамыз, және бірінші жай режимінен бастап отырып миксерлейтін боламыз. Біртіндеп отырып миксердің күшейтіп отырасыздар жылдамдығын. Сіздердің осы сливки мен сгущенкаларыңыз қоюланғанша жақсылап асықпай миксерлейтін боламыз. 1-2 минуттай. Мұны біз миксерлеп болдық. Одан кейін осылай беті жабылатын ыдысқа салып, бетін жауып, кем дегенде 6 сағатқа мұздатқышқа салып қоясыздар. 6 сағаттан көп тұрса да бола береді. Содан кейін осылай алып, шетінен үстіне әрлеп, әртүрлі жеміс жидектер салып ұсынсаңыздар болады. Дәмі енді ерекше тәтті болып шығады. Магазиндегі, яғни дүкендегі балмұздақтардан ешқандай кем емес. Сіз құрамын білесіз, 2 заттан жасайсыз құрамын. Құрамы таза, яғни ешқандай бояулар, сондай қоспалар қоспайсыз. Үстіне әртүрлі жеміс жидектер, не болмаса шоколад қосып жесеңіздер де өте дәмді. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.